Каленова Алия Кендебайқызы. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы зерттеу нәтижелерін ұсынудың академиялық формалары. Сабағымыздың мақсаты зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады. Бағалау критерийлері. Географиялық ақпаратты графикалық түрде бейнелейді. Оқушылар, географиялық ақпараттардың түрлерін ұсынып көріңіздер. Қандай түрлері бар? Дұрыс айтасыздар. Географиялық ақпараттың негізгі көздеріне карталар, атлас, топографиялық карталар, әртүрлі аймақтың географиялық сипаттау, энциклопедия, сөздіктер, статистикалық ақпараттар, космостан түсірілген түрлі аэрофотосуреттер мен бейнетаспалар, геоинформатикалық жүйе, яғни бұлардың барлығы географиялық ақпараттың негізгі көздеріне жатады. Қазіргі қазақстандық мектептерде зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында оқушылардың ғылыми қоғамдастығы құрылған. Бұл ғылыми қоғамдастық әрбір жыл сайын мектепшілік, қала аралық, облыс аралық, республикалық ғылыми жоба түрінде байқаулар өткізіледі. Зерттеу жұмысына даярлық кезеңі зерттеу жұмыстары таныстырылым деп 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, даярлық кезеңінде оқушылар тақырыпты таңдап алады, болжамдар ұсынады, зерттеудің міндеті мен мақсаттарын анықтап, зерттеу әдістемелерін анықтайды. Таңдалған тақырыптарға байланысты көптеген әдебиеттерге шолу жасалады. Келесі кезеңде зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Яғни оқушылар бақылау, тәжірибе, эксперимент жұмыстары жүргізіліп, олардың нәтижелеріне талдау жасайды. Соңғы 3-ші кезеңінде таныстырылым жасалады. Яғни зерттеу жұмыстарының соңында оның нәтижелері ғылыми қоғамдастықтың қабылдауына академиялық формалар түрінде көрсетеді. Зерттеу жұмыстары нәтижелерінің академиялық формасы. Зерттеу жұмыстарының кезеңдері: даярлық, зерттеу жұмыстары, таныстырылым, яғни зерттеу жұмыстарының нәтижесін көрсету. Академиялық формалары: ауызша баяндау, яғни таныстырылымның ауызша түріне хабарлама, баяндама, қабырғалық немесе стендті постерлер жатады. Басылымдар: қысқаша тезистер, мақалалар, монографиялар жатады. Компьютерлік нұсқада таныстырылым жасайтын болса, бейнефильм, компьютерлік бағдарлама, электронды таныстырылым жасауға болады. Зерттеудің нәтижелері: жаңағы алдыңғы кестелерде айтып кеткендей, баяндамаға арналған плакат, постерлермен жасауға болады. Мына жерде үлгілері тұр. Сондай электронды таныстырылым слайды жасауға болады. Яғни ол слайдтың да өзіндік жаңағы ерекшеліктері бар. 2 түрлі түс қана таңдау керек, 12 слайдтан аспау керек деген ережелері бар. Оқушылар, осы тақырып бойынша термин түсінік кестесі арқылы сәйкес ұғымдарды анықтайық. Бірінші бағанда терминдер орналасқан, екінші бағанда ол терминдердің түсініктері орналасқан. Сол әрбір терминге сәйкес келетін түсініктерді сәйкестендіріп жіберейік. Ал енді өзімізді тексеріп жіберейік. Стендтік баяндама С нұсқасы екен. Ғылыми ақпараттық постер. Екінші, басылымдар Е нұсқасы, яғни монография, баяндама, тезистер, ғылыми мақала. Үшінші, ғылыми хабарлама В нұсқасы, қысқаша ғылыми мәтін. Баяндама тезистерінің түсінігінде Д нұсқасы келеді екен. Жаңа факты туралы қысқаша хабарлама. Электронды таныстырылым А нұсқасы, слайдтардың логикалық реттілікпен байланысуы. Жарайсыңдар оқушылар, керемет, жауаптарыңызға рахмет. Құрметті оқушылар,
осы бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді мына төмендегі аяқталмаған сөйлемдер арқылы өз әсерлеріңізді білдірсеңіздер. Сабақтағы көңілді сәт, мен үшін қиындық болған кез, менің қабылдаған шешімім, өз білгенімді дамыту үшін мен ары қарай не істей аламын? Өз ойларыңызды тұжырымдап, осы сөйлемдерді аяқтасаңыздар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.